Әлемдегі кітап мұрағаты мол 10 кітапхана. 10-шы Францияның ұлттық кітапханасы. Франция ұлттық кітапханасы Парижде орналасқан. Ол әлемдегі ең бай француз тіліндегі әдебиеттер жинағымен танымал. Жылына 1,3 миллион оқырман келеді. Еуропаның ең көне, ал Франция мен әлемнің ең ірі кітапханаларының бірі. 9-шы Қытайдың ұлттық кітапханасы. Ұлттық кітапхана Қытайдың, Азияның және әлемнің ең ірі кітапханасы. Қытайдың ұлттық кітапханасы ғылыми, ұлттық басылымдарды сақтау қоймасы. Жылына 5 миллионнан астам оқырман келеді. 8-ші Данияның корольдік кітапханасы. Корольдік кітапхана Данияның ұлттық кітапханасы. Скандинавиядағы және әлемдегі ең ірі кітапханалардың бірі. Жылына 1 миллионнан астам оқырман келеді. 7-ші ұлттық парламенттік кітапхана. Жапонияның жалғыз ұлттық кітапханасы, әлемдегі ең ірі кітапханалардың бірі. Кітапхана 1948 жылы Жапония парламентінің мүшелері пайдалану үшін қаланды. Жылына 624 мың оқырман келеді. 6-шы Ресей ұлттық кітапханасы. Ресей ұлттық кітапханасы Шығыс Еуропадағы алғашқы көпшілік келуші кітапханаларының бірі. Санкт-Петербургте орналасқан. 5-ші Ресей мемлекеттік кітапханасы. Ресей мемлекеттік кітапханасы Ресей Федерациясының ұлттық кітапханасы, Еуропадағы және әлемнің ең ірі кітапханаларының бірі. 4-ші Канада кітапханасы және мұрағаты. Канада кітапханасы және мұрағатында Канаданың құжаттық мұрасы, тарихы, мәдениеті және саясатына қатысты құжаттар жинақталған. Мекеме Оттава қаласында орналасқан. 3-ші Нью-Йорк көпшілік кітапханасы. Көпшілік кітапханасы әлемдегі ең ірі ғылыми кітапхана жүйесінің бірі. Сақтау қорында 53 миллионнан астам кітап бар. 2-ші Британ кітапханасы. Британды кітапхана Ұлыбританияның ұлттық кітапханасы. Жылына 2 миллионнан астам оқырман келеді. 1-ші Конгресс кітапханасы. Конгресс кітапханасы ақш-тың ұлттық және әлемнің ең ірі кітапханасы. Вашингтонда орналасқан. Жылына 1,7 миллионнан астам оқырман келеді. Сақтау қорында 155,3 миллионнан астам кітап бар.